сабағындағы көшпенділердің уақыт туралы көзқарасы, грамматикалық тақырыбы, етістіктің аналитикалық формалары. Сабағымыздың мақсаты көшпенділердің уақыты жайлы түсінік бере отырып, етістіктің аналитикалық формаларын ұғындыру. Уақыт оқиғаның ұзақтығын білдіретін түсінік. Уақыт әрқашан қозғалыста болады, ол бір сәтке де тоқтамайды. Жаңа сөздердің мағынасын ажыратыңыздар. Берілген сөздердің орысша мағынасымен сәйкестендіріңіздер. Берілген сөздер: уақыт, кеш, жарым, қазір, ғасыр, дәуір, тәулік, түс, тура, минут қалды, минут кетті. Сағат неше, уақыт қанша айтыңызшы? Қазір уақыт қанша? Ал енді өздеріңіздің жұмыстарыңызға қарап, өздеріңізді бағалаңыздар. Көшпенділердің уақыт туралы көзқарасы оның өмір сүрген ортасымен, тұрмыс тіршілігімен тығыз байланысты болған. Тіпті уақытқа қойған аттарымен, әр мезгілді атауының өзі алдындағы малымен, қанжығасындағы арқанымен ұштасып жатады. Шаруашылық ерекшелігіне байланысты қалыптасқан уақыт ұғымын білдіретін тұрақты сөз тіркестерінен аттың жалы, түйенің қомы, сиыр сәске, бие сауым уақыт, сүт пісірім уақыт, қой қоралап, ел орынға отырған уақыт. Мал өріске шыққанда, мал төлдеген кезде, қошқарға күйек байлаған кезде, мал өрістен қайтқанда болып келсе, тарих тұрғысынан ел санасына сіңіп қалған ақтабан шұбырынды, алқакөл сайлама деген тарихи дәуірді білдіретін уақыт өлшемдері бар. Табиғатпен байланысып жататын өлшемдер: ай туғанда, алғаш қар жауғанда, жер көктегенде, күн арқан бойы көтерілгенде, жұлдыздар өшкенде, күн батарда, күн көтерілгенде, күн еңкейгенде, күн ұясына батқанда, күн күркірегенде, күн төбеге келгенде, қан сонарда, қырау түскенде, таң бозарып атқанда, шөп сарғайғанда, жылқысы қайтқанда, таң сәріде, елең алаңда болып келеді. Бұдан бөлек әр маусым ауысқандағы күн мен түннің теңелген уақыттарында қазақ өз түсінігімен дүниетанымына сай арқардың тас басары, боқырауын отамалы тектес атаулармен білдіріп отырған. Мерзім уақыт өлшеуші: 1 сәт, 1 секунд, сүт пісірім 5-10 минут, бие сауым 1,5 сағат, ет пісірім 2,5-3 сағат, 1 түн 1 күн 24 сағат, апта 7 күн, ай 30-31 күн, 93 ай, жыл 365 күн. Ғасыр 100 жыл, 1 мүшелмен 12 жыл, 1 мүшел 13 жас, 2 мүшел 25 жас, 3 мүшел 37 жас, 4 мүшел 49 жас. Сағат тілі бойынша уақыт атаулары. Тәуліктің екінші жартысы. Суретке қарап, уақыт атауларын көруге болады. Суретке қарап, сағаттың түрлерін ажыратуға болады. Қол сағат, құм сағат, қазіргі заманғы сағат, және тағы да көптеген сағаттар бар. Қазақ халқы үшін уақыт өлшемдерін білдіретін тіркестер: ет пісірім уақыт 2 сағат, сүт пісірім уақыт 10-15 минут, сауым уақыт 2 сағат аралығы. Енді осы мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Ертедегі адамдар уақытты қалай анықтаған? Сағаттың түрлерін атаңыз. Табиғатпен байланысты өлшемдер қалай аталады? Бұрынғы уақыт өлшемі мен қазіргі уақыт өлшемінің айырмашылығы қандай? Етістіктің аналитикалық формасы. Етістіктің аналитикалық формасы сыңарларының бірі негізгі етістіктен, екінші көмекші етістіктен жасалып, грамматикалық мағына білдіретін етістік тіркесі. Етістіктің аналитикалық формасы мағыналары тең емес сыңарларының тіркесінен жасалады. Лексикалық мағына негізгі етістікте ғана болады. Етістіктің аналитикалық формасы даяр аналитикалық форматтарынан жасалады. Мысалы, біле сал, тұра бер, жұлып ал, кетіп барады, тастап барады, бітіп барады. Мысалы, етістіктің аналитикалық формалары: мен биыл мектеп бітіремін, баяндауыш тұрғыда болып тұр. Екінші оқу білім блогы, бастауыш: білгенге маржан, білмеске арзан, толықтауыш. Ол күлімсіреп қарады, пысықтауыш. Оқудың шегі жоқ, анықтауыш. Енді тапсырмаларға кезек берсек, берілген етістіктерге сөйлем құрап жазыңыз. Алдыңғы тапсырманы орындап болсақ, берілген мақалдардың ішінен етістік тауып, күрделі етістікке айналдырыңыз. Бірінші сөйлем: шақырылмаған қонаққа шайдан артық тамақ жоқ. Екінші сөйлем: қонаққа бара білсең, шақыра да біл. Үшінші сөйлем: қонағын сүймеген баласын ұрады, не үйін сыпырады. Төртінші сөйлем: келгенше қонақ ұялады, келгеннен соң үй иесі ұялады. Бесінші сөйлем: ет жегеннің бәрі қонақ. Келесі тапсырма: берілген мақалдардың екінші сыңарын табыңыз. Ендігі тапсырма: берілген сөйлемді бұйрықты сөйлемге айналдырыңыз. Бірінші сөйлем: бұлақты ластауға болмайды. Екінші сөйлем: орманда от жағуға болмайды. Үшінші сөйлем: көктемде ағаш егу керек. Төртінші сөйлем: ата-анаңа пайдаң тиюі керек.
5-ші сөйлем ауладағы керексіз шөпті жұлуға болады. 6-ші сөйлем үйге гүл өсіруге болады. Енді сағаттың түрлерін табыңыз. Үйге тапсырма, уақытты үнемді пайдаланасың ба тақырыбына шығарма жазыңыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет, сабақ аяқталды.